Бәріне сәлем оқушылар, бүгін сіздермен English Plus-ның 48-ші бетіндегі Describing People тақырыбын талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазып кет, сонымен бастаймыз. Бірінші тапсырмада сендерге айтады Complete the 1 to 5 with the character guide with the words in the box. Яғни мына жердегі 1, 2, 3, 4, 5-ті мына жердегі берілген жаңа қопшаның ішіндегі жаңа сөздермен сәйкестендіру қажет. Бастаймыз. Бірде әрине slim болады, арық. Екіде dark болады, қара. Үште curly болады, бұйра. Төртте blue болады, және де бесте mustache, яғни мұрт болады. Бұл жерде жалпы create a character for TV detective, яғни бір кейіпкерді шығару теледидардағы детективке дейді. Tall дегеніміз ұзын, quite дегеніміз ол довольно ұзын, average height дегеніміз орта бойлы, quite short дегеніміз довольно қысқа, short дегеніміз қысқа. Fat дегеніміз толық, average build деген орташа, slim дегеніміз арық, blonde дегеніміз сарғылт, fair дегеніміз ақшыл, red дегеніміз қызыл, dark дегеніміз қара, long дегеніміз ұзын, short дегеніміз қысқа, straight дегеніміз тік, curly деген бұйра. Green дегеніміз жасыл, blue дегеніміз көк, brown деген қоңыр. Bird деген сақал, mustache деген мұрт, glasses деген көзілдірік. Енді екінші тапсырмаға келдік. Екінші тапсырмада сендерге айтады Complete the description with the words in text exercise. Мына жердегі екінші тапсырмада бізде былай болады. Біріншісінде blue short болып қараймыз. She's average height and average build. Мына қызды суреттеп жатырмыз. Ол орта бойлы және орта денелі. Ода бар blue көз және де short blonde hair және де оның қысқа сарғыш шашы бар. Екі. She is tall and long болады. She is tall and slim. Ол ұзын және арық. He has got long dark hair. Оның шашы қара ұзын дейді. Үш. She's quite short and fat. Ол довольно жеткілікті түрде бойы қысқа және де толық дейді. She's got purple hair. Оның шашы күлгін түсті және she's wearing glasses. және де ол көзілдірік тағып алған. Төртке келдік. He is very short. Ол өте қысқа. And fat және де толық. He's got a beard, ода сақал және mustache мұрт бар дейді. Жалпы балалар, түсінікті болып жатса каналға тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазуды ұмытпаңдар. Үшінші тапсырмаға келдік. Үшінші тапсырмада айтады сендерге read the text about the program coffee they had the old McLeod did listening interview. Үшінші тапсырмада жай ғана бізде the waitress saw 3 different people in the cafe. Яғни даяшы көрді 3 түрлі адамды дейді. Төртінші тапсырмаға келдік. Мына сұрақтарға жауап беруіміз қажет. Қойып қойып төртінші сұрақтың жауаптарын. Did the woman with blonde hair speak to Koji? Яғни әйел адам сарғылт түсті шашты Коджиға сөйледі ме? No, she didn't. Жоқ, ол сөйлеген жоқ. Where did this woman sit? Ол мына әйел адам қай жерде отырды? She sat by the window. Ол отырды терезенің жақтауына. Did she leave at 8 o'clock? Ол 8-де кетіп қалды ма? No, she left at 8:10. Жоқ, ол кетті 10:30-да. Сегіз онда. Төртте. Who did the man with the bird to talk? Яғни сақалы бар ер адам кіммен әңгімелесті? He talked to Koji. Ол Коджиға сөйледі. Бес. What's the short woman with a friend? What's the short woman with a friend? Бойы қысқа әйел адам өзінің досымен болды ма? Yes, she was with the man with bird. Яғни ол болды өзінің досымен сақалы бар жігітпен. What did the woman buy? Ол әйел не сатып алды? She bought a coffee for Koji. Ол кофе сатып алды Коджиге арнап. Did the man long black hair speak to Koji? Яғни ұзын шашты ер адам Коджиға сөйледі ме? No, there wasn't a man with a long blonde hair. Ол жерде болған жоқ ешқандай ер адам қара ұзын шашпенен. Did the detective have a coffee? Детектив кофе ішті ме? No, he didn't. Жоқ, ол ішкен жоқ дейді. Жалпы балалар түсінікті болса, каналға тіркеліп, комментарий жазып ұмытпаңдар. Ары қарай кеттік. Бесінші тапсырмада сендерге айтады. Invent a new character using words in Excel. Listen to your partner in description and joke. Яғни бір кейіпкердің түгелімен сипаттап бересің, және сенің жұбын сол кейіпкердің суретін салу қажет. Мен саған ыңғайлы бір кейіпкерді жасап қойдым, осының біреуін алсам болады. Мысалға қараңдар. My character is a woman. She has got blue eyes and round glasses. Her hair is black and long, wavy. She is tall and slim. My character is a man. He's tall and fat. He's got brown eyes and he has long gray beard.
hairy short and blonde, яғни менің кейіпкерім ол әйел адам, оның көзі көк, домалақ, көзілдірік тағып алған, оның шашы қара түсті, ұзын және толқынды, ол ұзын және арық. Екінші кейіпкер my character is a man, ол ер адам, ол ұзын және толық. He's fat and tall, has got big brown eyes, оның көзі қоңыр үлкен, and he has long gray beard, оның ұзын сұр түсті мұрты бар, and he has his hair is short and blonde, оның шашы қысқа және сары түстес дейді. Жалпы балалар, каналға тіркелуді ұмытпаңдар, комментарийге рахмет деп жазыңдар. Goodbye, have a nice day.